Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Алдамжарова Жаңагүл Әбжәми қызы, информатика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі тақырыбымыз анимация құру. Сабақ мақсаты Scratch программалау ортасында тармақталу командасын қолдану. Scratch ортасында циклдік командаларды программалау кезінде қолдану. Балалар, сіздер білесіздер ме? Алгоритм түрлері нешеге бөлінеді және олардың атауларын атаңыз. Я, жарайсыңдар балалар. Алгоритм үшке бөлінеді. Олар: бірінші сызықтық алгоритм, екінші тармақталған алгоритм, үшінші циклдік алгоритм. Олай болса балалар, тармақталу командасының қызметі қандай және циклдік команданың қызметі қандай? Балалар, сіздер бұл сұрақтарға жақсы жауап берді деп ойлаймын. Тармақталған алгоритм шарттың дұрыс немесе жалған екендігіне байланысты орындалатын іс-әрекеттерді анықтайды. Тармақталу командасы логикалық шартты тексеру нәтижесіне байланысты іс-әрекеттерді орындайды. Егер шарт орындалса, онда сөзінен кейінгі әрекеттер орындалады. Ал шарт орындалмаса, әйтпесе сөзінен кейінгі іс-әрекет тармағы орындалады. Егер жобада шарт орындалмаған жағдай ғана қолданылса, онда тармақталу командасы қысқаша түрде болады. Циклдік алгоритмде іс-әрекеттер бірнеше рет орындалады. Scratch бағдарламасында циклдік алгоритмнің 3 түрлі командаларын қолданамыз. Олар: құрылым ішіндегі командалар үнемі орындалып тұратын үнемі циклдік командасы, командалар блогының неше рет қайталау қажеттілігін көрсететін қайталау командасы. Ал үшінші блокта шартты тексеру блок ішіндегі әрекеттер шарт орындалғанда ғана қайталанады. Балалар, экранға назар аударып, практикалық жұмыс жасайық. Құстың ұшу анимациясын құрыңыз. Құс қанатын қағып, қозғалыста болу керек. Бірінші, сахнаға фон қою. Екінші, құс спрайтын құру. Үшінші, спрайтқа анимация енгізу. Төртінші, сақтау және жобаны көру. Қанеке барлығымыз экранға назар аударып, осы тапсырманы Scratch ойын ортасында жасап көрейік. Ол үшін балалар, Scratch ортасын ашып, бірінші фон ендіреміз. Фонды таңдап алып, ОК батырмасын басамыз. Одан кейін бірінші фонды өшіреміз және спрайтты өшіріп тастаймыз да, біз жануарлар категориясынан құстың спрайтын таңдап аламыз. ОК батырмасын басқаннан кейін, енді біз құстың көлемін кішірейту үшін кішірейту командасын белгілеп алып, кішірейтеміз. Одан кейін спрайтқа біз командалар беру үшін бірінші жалаушаны басу командасын орындаймыз. X, Y осі бойынша кейіпкердің тұру аймағын белгілеп алып, команданы кірістіреміз. Яғни X-іміз -27, Y-іміз 109 санымен белгіленіп тұр. Одан кейін біз 10 қадам жүру командасын кірістіреміз. Бұл әрекеттен кейін біз күту командасын кірістіреміз. Оған 0,12 секундты белгілеп қоямыз. Бізде спрайтымыздың 2 костюмі бар. Бұл әрекетті біз костюмді ауыстыру командасын кірістіреміз. Бірінші костюмге қойып қоямыз.
Одан кейін екі блокты белгілеп алып, дублировать жасап, екінші костюмге таңдаймыз. Осы 4-5 блокты, осы блоктарды қарай отырып, анимацияны жүргізіп көреміз. Тек бір орында ғана жүргендіктен біз бұл әрекеттерді үнемі командасына кірістіреміз. Кірістірген кезде біздің спрайтымыз ұшып, өзінің жобасы іске асты. Жұмыс үстеліне біз анимация бумасына құстың ұшуы деп сақтап аламыз. Енді балалар, екінші тапсырмаға көшейік. Аквариум анимациясын құрыңыз. Жобаға тармақталу командасын қолданыңыз. Балықтар аквариумда қозғалыста болуы керек. Бірінші, сахнаға фон қою. Екінші, балықтар спрайтын құру. Үшінші, спрайтқа анимация енгізу. Төртінші, акула сары түсті балықты көргенде жеп қою керек. Бесінші, сақтау және жобаны көру. Енді келесі кезекте экранға назар аударыңыздар. Scratch бағдарламасында іске асырып көрейік. Бірінші, біз фон енгіземіз. Фонның су асты әлемінен аквариумның сурет фон енгізіп, спрайтты өшіріп тастаймыз да, біз су асты әлеміндегі балықтарды енгізуіміз керек. Бірінші балықты енгізіп, окей батырмасын басамыз. Қайтадан осы әрекетті 5 рет орындаймыз. Яғни біз 3 түрлі балық және 8 аяқ акула кейіпкерлерін енгіздік. Енді біз балалар 5 спрайтқа командалар беріп, анимациясын көрсетуіміз керек. Ол үшін бірінші тұрған спрайтқа команда береміз. Оқиғалар блогынан жалаушаны белгілеу, одан кейін 10 қадам алға жүру. Егер экранның шетіне жеткен кезде кейіпкеріміз кері қайту командасын кірістіреміз және нысанның оңға және солға айналу стилін таңдаймыз. Бұл әрекет қайта-қайта орындалу үшін, яғни үнемі орындалу үшін біз үнемі циклдік командасын қолданамыз. Және біздің кейіпкердің бағыты әртүрлі градуста жүріп тұру үшін біз 15 градус жүріп тұру үшін біз 15 градусқа бұрылу командасын қолданамыз. Және қолданғаннан кейін біз оны анимацияны көріп болып өшіріп тастаймыз. Осы әрекетті әрбір спрайттарға орындаймыз. Енді барлығын көрсек, экран бетіне балықтар әртүрлі бағытта жүріп жүр. Енді сары скриптіге акула көрген кезде акуланы жеп қою керек. Ол үшін біз егер онда командасын, яғни тармақталу командасын қолданамыз. Сөйтеміз де шартқа егер акулаға тисе, онда түрі көрсетілмейді, командаларын орындаймыз. Енді көрейік іске асырып. Сары түсті балықтарды көбейту үшін біз тышқанның сол спрайтты таңдап тұрып, тышқанның оң жақ батырмасын басып, дублировать командасын орындаймыз. Яғни 3 сары балық енгіздік. Қарасаңыздар, сары түсті балыққа тиген кезде акула жеп қояды. Файлды сақтап, анимация бумасына сақтаймыз. Аквариум деп жазып сақтаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.